Ассалаумағалейкум, ардақтырайын қадірменді спорт сүйер қауым, әдеттегідей бейсенбінің кешінде Қазспорт алаңында сіздермен жүздесіп отырмыз. Жуықта ғана елордада күрес түрлерінен Азия чемпионаты елордада дүркіреп өтті, және дәл осы бәсекеде біздің спортшыларымыз бірге жетістікке қол жеткізді. Және биылғы жылы біздің спортшыларымызды екі бірдей дүбірлі дода күтіп тұр. Бұл әлем чемпионаты мен Азия ойындары. Жалпы осы жарысқа дайындық қандай, спортшылардың ала қойған мақсаттар қандай? Осы сұрақтарға бүгінгі эфир барысында жауап алатын боламыз. Студия тізігінде әдеттегідей мен Азат Қадырбек. Ендеше бүгінгі студия меймандармен таныс болыңыздар. Менің оң жағымызда осы жолы Азия чемпионатында қарсылас шыдатпаған әйелдер күресінен Азия чемпионы Жамила Бақбергенова, Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі спортты дамыту дирекциясының басшысы Оралбай Ергенұлы Жақсымбетов, еркін күрестен Азия чемпионы Дархан Есенғали және грек-рим күресінен Азия чемпионатының күміс жүлдегері Диас Қален. Студия меймандары, сіздерді бүгінгі Қазспорт алаңында көргенімізге қуаныштымыз. Дәл осы Азия чемпионатының нәтижелер қандай болды? Жоспарларға қол жеткізе алдық па? Осы сұрақтарға жауап алу үшін ең алғашқы сөзді Оралбай Ергенұлы өзіңізге берсек. Рахмет Азеке. Биылғы Азия чемпионаты өте тартысты болды. Деңгейі өте жоғары болды деп айтам. Және ұйымдастыру жағы да өте тамаша өтті. Ең бастысы нәтижеміз көңілімізден шығады. Былай айтқанда рекордный болды деп айтсам болады биыл жеңіс. Оған себеп айтып өтетін болсам, грек-рим күресі 1 алтын, 2 күміс, 5 қолаға қол жеткізді. Еркін күрес 4 алтын, 2 күміс, 1 қола иеленсе, әйелдер күресі 2 алтын, 3 қолаға иеленді. Енді жоспарды әйелдер күресі мен еркін күрес былай айтқанда орындады. Енді кішкене сұрақ грек-рим күресіне бар. Ойлайым әлі болашақта жаттықтырушылармен ақылдасып, кеткен кемшіліктері болса орын толықтырып, келесі алдағы өтетін шараларға өзіңіз өшін атап өткен Азия ойындарына, әлем чемпионатына тығынықты дайындаламыз деп ойлаймын. Жалпы өткен жылғы Азия чемпионатымен салыстырып өтсек, нәтижені жақсарттық ба? Әрине жақсарттық. Биыл былай ошаң атап өттім өзім, рекордный болды деп. Былтырға қарағанда палуандарымыз жарап тұр. Енді біз спортшыларға да сөз кезегін берсек, Жамила, енді өзіңіз әйелдер күресінде алтыннан алқа тағындыңыз, 3 қарсыласты бет қаратпай жеңдіңіз. Жалпы жекпе-жектеріңізге тоқтала кетсеңіз, көрермендерге жалпы тарқатып айтсаңыз, бірінші айналым, екінші айналым, финалда қарсыластар? Мен бірінші айналым Тайпей балуанымен шықтым, оны айқын басымдылықпен жеңдім. Екінші енді кішкене екінші схваткамыз шамалы ауырлау болды. Ол моңғол палуаны. Оғысыға дейін мен 3 рет кездескем, 3-еуінде де жеңгем. Екеуміз бір-бірімізді жақсы білеміз, қандай әдіс жасайтынымызды. Енді екінші периодта мен аяққа өттім. Сол моментті пайдаланып, туше дейді ғой, тушеге салып, таза жеңіспен жеңдім. Ал Япония палуанымен екінші кездесуім. Онда екінші периодта мен аяққа өтіп. Жапон қызымен өткен жекпе-жекті бізге режиссерлар назарымызға ұсынса, Жамила, финалда өзіңізге қарсы тұрған спортшы Сумире Ниикурамен өткен жекпе-жекте жалпы талқылай кетсек, бұл спортшымен, бұл палуанмен сіз бұған дейін неше мәрте кездестіңіз? Және бұған дейін халықаралық жарыстарда қанша мәрте өзара өнер көрсеттіңіздер? Мен бұл балуанмен екінші рет кездестім. Алдыңғы жылы чемпионат Азияда кездескем, тоже финалда, бассейне схваткам осы қызбен болған. Бірақ онда да счет 4-4 болды, по качеству дейді, бросок әдісімен, сондай әдіспен жеңіп кеткем. Қазір енді 5-1 счет, ол күресін білем. Ол япон балуандардың бәрі японкалар мықты ғой, өзімен күресте бірінші номер. Сол бой аласа болғанмен өзім тактикамды қойып, өзім екінші периодта шабуыл жасадым. Бірінші кезеңнен кейін үзілісте бапкерлер сізге қандай тапсырма, қандай ақыл кеңесін айтты? Ол оң қолын салады, неге қақтам? Оң қолы бет кіргізбе, аяққа өткіз қойма, екінші период басталғанда өзін атака жасайсың деді. Мен оны алдап кетіп, оң аяққа көрсетіп, сол
ой, сол аяққа көрсетіп оң аяғына өтіп кеттім. Жалпы оқу жаттығу жиындарында керісінше сіз жаңағы дайындаған әдістеріңізге қарсы әдіс жасадыңыз, сол аяққа дайындап, керісінше оң аяқ шабуыл жасадыңыз. Енді көріп тұрмыз, жалпы финалдағы жекпе-жек барысында, дәл осы шабуыл барысында сіз қарсыласты осылайша бір қақпанға түсіріп, өз қақпаныңыздан шығарған жоқсыз, жеңіске жеттіңіз. Жалпы қандай эмоция, қандай әсер, өз жанкүйерлеріңіз алдында жеңіске жету қаншалықты көңіл толқытады? Негізі бұл біздің Астанада Азия чемпионаты болып жатқаннан кейін бізге үлкен бір нагрузка дейді ғой. Енді алдыңғы жылы чемпион болдым, осы жылда сол нәтижені қайталау керек болғандықтан шамалы маған нагрузка болды да. Уже отқаннан кейін үстімдегі бір нагрузка кетті, қуандым. Тем более біздің жанкүйерлер кәдімгідей бәрімізге қолдау көрсетіп, шапалақтап, бізге болельщик болып отырды. Түсінікті, енді біз барша жанкүйерлердің атынан сізді жеңісіңізбен құттықтаймыз. Енді келесі сөз кезек Дархан өзіңізбен де сұхбаттасып өтсек. Дархан, енді еркін күрестен Азия чемпионы атандыңыз, қарсыластардың барлығын жеңдіңіз. Қарсыластар кім болды? Бұған дейін жолыңыз түйіскен сіз үшін таныс қарсыластар болды ма? Ассалаумағалейкум біріншіден. Енді бұл Азия чемпионаты жаңағы өте жоғары деңгейде өтті. Қарсыластың бәрін енді алдын ала жітік бағалап, жаңа қандай прием істейтінін, соның бәрін анализ жасадық. Жаңағы бірінші кездесуде сингапурлық палуанды жеңдім. Енді ол қатты қиын болған жоқ. Екінші кездесуде қырғыз палуанды жеңдім. Жаңағы завықты финалда енді сол палуанмен Египет қаласында күрескем. Енді дагестандық палуан өзі. Бұл жолы да жеңдім. 2-1 есебімен, кішкене сол қиында болды. Жапондық палуанды 7-2 есебімен айқын басымдықпен жеңдім деп ойлаймын. Финалда енді былайша айтқан кезде Азия чемпионатының бәсі бөлек, Қазақстанның аумағында жалпы өзіңіз салмағыңызда 74 келіде бәсекелестік аса жоғары, енді халық арасында кеңінен танымал Қайсанов, Қайпанов, Бекжанов та өз салмағыңызда жалпы бәсекелестікке төтеп беру үшін өзіңізге қандай жалпы жоспар, мақсат? Осындай азулы қарсыластар, жалпы құрама сапындағы азулы қарсыласты жеңу үшін өзіңізге екі есе көп жұмыс істеу керек қой? Әрине, енді жаңағы оқу жаттығу жиындарында бәріміз бірге боламыз. Енді кім көп еңбек етеді, сол жеңеді ғой. Енді бұл 74 салмақта жаңағы олимпийский салмақ еще кімнің еңбегі бар, сол жеңеді деп ойлаймын. Енді бауырларымыз бәрі мықты, жаңа әлем біріншіліктерінде орын алған. Енді қатарларына қосылып отырмын, Азияны жеңіп. Бапкеріңізге тоқтала кетсеңіз. Жеке бапкерім Кешубаев Ролан. Сол кісі шаңырақтан кішкентайымнан жаттығу беріп келатыр. Жаңа ауылдағы тренерім бар. Ол жаңа бірінші тренерім Шаматай деген кісі. Түсінікті, енді біз де сізді жеңісіңізбен құттықтаймыз. Рахмет үлкен. Келесі сөз кезек, енді Диас өзіңізді сөзге тартсақ. Азия чемпионатының күміс жүлдегері атандыңыз. Жалпы финалға тоқтала кетейікші. Финал аяқталғаннан кейін біздің арнамыздың тілшісі әріптесімізге сұхбат берген кезде төрешілер ұпайлар тағайындау барысында өзіңізге бір аз кем сұрақтар туындады дедіңіз. Тарқатып айтсаңыз. Ассалаумағалейкум, біріншіден. Финалдық бәсекеде төрешілердің қателігінен солай ұпайлар бермеді. Негізі қолда тұрған алтыннан айырылып қалды. Сіздің жекпе-жегіңізде бізде бар, режиссерларға ұсынсақ, және дәл осы Диас Қаленнің алтын жүлдеге таласқан жекпе-жегін біраз сараптама жасай кетсек, қай мемлекеттің қарсыласы, бұған дейін кездестіңіз бе, қандай тактикамен шықтыңыз? Бапкерімізбен тактика құрып анализ жасап шықтық. Негізі. Міне, финалдық жекпе-жек біздің назарымызда қарсыласыңыздың қоржында бір ұпай бар. Артынша жәнегі талқылай кетсек. Содан қарсыласын 4 тағанға қояды, содан мен оны ештеңе істей алмай қаламыз. 1-1 болады. Соңғы действияда мен ұтып атам. Содан 3-ші рет мен партерге қояды. Сол кезде мен қателігім бұл жерде 2 балға аударып кетеді. Сол жерден ойланбастан артына өтіп, сразу артына өтіп, бір нокаут жасап едім, соны сразу судья сықырасап жатыр сол жерде. Негізі зона дейді, зона болған жоқ, ортада жатыр. Кішкене қол ғана шығып атты да, ондай кезде правилада бола береді. Негізі сіздердің жәнегі спортшының денесі кілемнің ішкі аймағында болса, әдіс жасауға болады ғой? Болады. Ал сіздің жәнегі әдісіңізде әдіс тоқтатып тастады? Тоқтатып тастады.
судьяның төрешінің қателігінен болды оның бәрі. Білмеймін неге екенін. Жалпы дәл осындай сәттерде жекпе-жек аяқталғаннан кейін немесе белдесу барысында бір шағым айту бапкер тарапынан әдістер бар ма? Мүмкіндігі білмедім о жағын. Міне қарасаңыздар, міне клеймнің ішінде жатыр. Қолының ұшы ғана шығып жатты. Осы жерде судья сықыра салды. Бейне қайталаудан көріп отырсыздар, құрметті көрермендер, расымен ақ дәл осы шеңбердің шеткі аймағында әдіс жасал басталғанымен екі спортшы да және шеңбердің ішкі тұсында болды. Енді бұл жерде енді Оралбай мырза, сіз қандай пікірдесіз? Осындай сұрақ туындатқан жағдай болғанда. Мен өзім осы схватканы көрмегенмін негізінде, бірақ енді қарап отырмын, әлі мен байқасам, төрешінің реакциясына әлі палуандар әлі қолы шықпай жатып та сықырып жатқан сияқты. Ол қолы шықпай жатып та уже свистогын алып сықырып бастап жатыр. Енді ол төрешінің енді былай айтқанда өрескел қателігі, енді оны ол жағынан болашақта жұмыс жасаймыз. Қай мемлекеттің төрешісі болды? Моңғолия мемлекетінің. Енді десе де алдағы уақытта бұндай бір олқылықтардың орны толады деген ойдамыз. Әрине. Жалпы енді финалға дейінгі қарсыластарыңа тоқталып финалға дейін бірінші группта өзбек палуанымен шықтым. Былтыр да өзбек палуанмен кездескен болатын, биыл да кездестік. Жақсы білеміз, бірге оқу жаттығу жиынын өттік. Мықты қарсылас, 3-1 есебімен ұттым. Сосын екінші жартылай финалда жапондық палуанмен шықтым. Ол кісінің 7-1 есебімен ұттым. Мықты палуан, бапкермен келісіп, анализ жасап, көріп, дайындалып шықтық барлық әр схваткаға. Түсінікті. Енді Оралбай Ергенұлы, өзіңізге қайтып оралсақ, жалпы биылғы жылға біздің спортшыларды күтіп тұрған ең басты екі бірдей бәсеке бар. Бұл әрине әлем чемпионаты мен Азия ойындары. Жылда 4 жылда бір осы жағдай қайталанып тұрады. Жарыстың уақыты бір сәтке түскен кезде екі құрама дайындау қажеттілігі туындайды. Қай жарысқа басымдық берілген, ұлттық құраманың дайындығы қандай деген сұрақ? Өздеріңіз енді мына Азия чемпионатының қорытындысына, Азия чемпионатының өткеннен кейінгі қорытындысына қарап отырып айтуға болады ұлттық құраманың дайындығын. Бірақ енді оған да әлі уақыт бар, 3 айдай уақыт бар. Былай айтқанда тренерлер, өзінің жаттықтырушылары былай айтқанда әлі бабына әкелу керек. Қазір жоспар бойынша жаттығу процесі әлі болады. Оны Азия чемпионатына және екеуінің арасы, мен қателеспесем, бір жұма уақытта болады. Әлем чемпионаты и Азия ойындары екеуіне. Енді бұл жерде әлі анықталған жоқ, қай палуан, қай жарысқа күресетіні. Бірақ оны былай айтқан тренерский совет дейміз, тренерский совет бар, бәріміз ақылдаса отырып, сол жерде шешеміз. Негізі қайсысы маңыздырақ деп айта алмаймын. Негізі маңыздысы Азия ойындары. Бірақ әлем чемпионатында лицензия ойнатылады. Сондықтан бір жағынан, екіншіден келесі жылда әлі уақыт барда Азия лицензия алып қалатын. Сондықтан енді мен өзімнің ойым Азия ойындары маңыздырақ деп ойлаймын. Ол елдің абыройы, былай айтқанда Азия мемлекеттерінің алдында осы мен Азия аймағының олимпиадасы ба? Әрине, Азия аймағының олимпиадасы. Осыға қателеспесем, осыған дейінгі біздің деңгейіміз 9-шы орынға тұрақтадық біз. Ол енді өте төмен результат десем болады. Бірақ сондықтан біз әлі елдің спортының еңсесін көтеру үшін біз әлде де жұмыс жасау керекпіз. Менің ойымша Азия ойындары бізге маңыздырақ. Бірақ енді оны мен әлде айтам, федерация өкілдері бар, тренерский совет дейміз, тренерлардың мнениесі бар, сонымен бәрімен отырып әлі сөйлесіп, әлі шешеміз. Негізі менің ойымша Азия ойындары маңыздырақ. Осы ретінде өзіңізге спорт дамыту дирекциясының басшысы ретінде тағы бір сұрақ қоя кетсем, штаттық команданың саны 3000-ға дейін кеңейді. Демек, дәл осы күрес түрлерінде мемлекеттің қолдауымен жарысқа шығып, халықаралық бәсекелерде өнер көрсетуге мүмкіндік алған спортшылардың саны 4-тен 8-ге дейін артты. Бұл демек қолдаудың арта түскендігі. Әрине, ол қолдаудың арта түскені ол кезінде сол заңға өзгеріс енгеннің арқасында болып жатыр. Біздің ұлттық құрама командамыз бар, осы жүрген. Оған қосымша біз былай айтқанда жаттығу, былай айтқанда тренировочный центр дейміз, Алматыдан ашқанбыз. Ол тренировочный центрда қосымша 8-ші орынға шейін балдар сол жерде жаттығады. Былай айтқанда әртүрлі себеппен Қазақстан чемпионатының призері бола алмай қалуы мүмкін.
бірақ оған былай айтқанда екінші шанс деп айтсам болады да, сол палуандарға, чтобы былай келесі жылды күтіп отырмай, ол тренировочный центрдан мысалға жаттықтырушыларға да ыңғайлы да ол жер. Ең бірінші құрама, бірінші бүткіл назар осы бірінші құрамада болады. Одан кейін тағы да қосымша турнирлерге осы жаңағы тренировочный центрдің балдарын салуымызға болады. Мысалға жарысқа. Оның бір айта кететін жағдай, кешегі Азия чемпионатта сол тренировочный центрдің балдары атой салды деп айтсам болады. Олар өте жақсы өнер көрсетті. Кеше Спартакиада өтті осының алдында. Сол Спартакиада да тренировочный центрдің балдары жақсы өнер көрсетті. Өз шеберлігін дәлелдеді. Иә, кешегі 92 килограммда қателеспесем Ризабек Айтмұханов. Иә, Ризабек сол таза сол тренировочный центрден шыққан бала. Иә, ол сол бірден 8-ге дейінгі былай расширять еткеннің арқасында составты. Соның жемісі көрініп жатыр. Оның жолында көп жұмыс жасалып жатыр. Қазір оқу жаттығу жиыны, тағы да басқа шаралардан ешқандай қалыс қалып жатырған жоқ. Басқа елдерден ешқандай дайындығымыз кем емес. Түсінікті. Иә. Осы ретте енді Жәмила, өзіңе де бір сұрақ, дәл осы тікелей эфирді пайдалана отырып, жалпы әйелдер күресіне федерация басшылық тарапынан сәл көңіл бөлінбей жатыр деген бір өтініш, бір өкінішім бар еді. Жалпы осы сәтті тағы бір эфирді пайдалана отырып мүмкін айтып өтерсіз. Жоқ, федерация бізді алдыңғы жылдың соңында марапаттап, қаржылай сыйақымыз берген. Осы жылда Астана федерациясы да, халықаралық біздің күрес федерациясы, ол жақта бізге жылдың соңында өстіп бәрімізді жинап, бүкіл күресетін балуандарды қаржылай сыйақы беріп, сөйтіп құттықтайды. Және де біздің ағамыз Ерлан аға да бізге Азия чемпионы болған балуандардың бәріне қаржылай 1 миллион теңгемен бізге бәрімізге берген деп жатыр. Негізі қазір жақсы деп ойлаймын. Федерация тарапынан да премия бәрін, ДГС те премия береді. Бір оң өзгерістер байқалады. Иә, өзгерістер байқалып, кішкене көңіл бөліп жатыр біздің балуандарға. Жалпы қазір Жәмила Бақбергенова елордада тұрып жаттығып жатыр, иә? Иә, елордада тұрып жатыр. Енді алдағы сәуір айының соңында қандай жарысқа дайындалып жатсың, сол туралы айта кетсең? Подобный лига дейді. Онда барлық мықты балуандар күреседі. Ол андай не. Бірақ не ғой? Бірақ жекпе-жек. Бір адаммен күресесің. Онда Азамат Дәулетбеков күреседі, Болат Сақаев күреседі, және де мен. Және де басқа Ақжол Махмудов деген мықты балуандар күреседі. Соған енді дайындық соған болып жатыр. Мен Ресей балуан қызымен күресемін. Жақсы, сәттілік. Дархан, осы ретте атап өтсең, жалпы қазір өңірлер арасында айтып өтсек, енді команданың ішінде қазанда қайнап жүрген спортшысың ғой. Өңірлердің жалпы үлесіне тоқталатын болсақ, қай өңірлерде расымен-ақ палуандардың дәрежесі және шеберлігі артқандығы байқалады? Бір басымдық бар ма мысалға? Солтүстік, оңтүстік, орталық, батыс Қазақстан облысының спортшыларын қазіргі таңда расымен-ақ бір бәсекелестіктің артқандығы? Қазір енді барлық облыстарда күрес дамып келе жатыр. Жаңа солтүстікте де барлық. Көбінесе оңтүстіктің балуандары жүлделі орындардан жаңағы биік сатысына көтеріліп жатыр. Енді барлық облыс дамып келе жатыр деп ойлаймын негізі. Жалпы енді спортшылардың өзің жеке басына тоқталсақ, спортшылар толыққанды жаттығып, оқу жаттығу жиындарына қатысып, медициналық жәнегі дәрумендермен қамтамасыз ету мәселелерінің барлығында спортшыларға қолдау жасалып жатыр деп айта аламыз ба? Бәлкім дәл осы тұста бізге осы жағынан қолдау әлі де жеткіліксіз деп атап өту қажет шығар. Енді осы Азия чемпионатының алдында жаңағы 2 этап өттік. Барлық жаңағы массаж жағынан, медицина жағынан жақсы көмек болды негізі. Соның арқасында осындай дәрежеге жеттік деп ойлаймыз, жаңа еркін күрес балуандары. Енді тағы да жаңа ағамыз айтқан өзі диетолог сондай алсақ деп жатыр мысалшы. Сондайларды қосса тағы да сондай нұр үстіне нұр болатын еді деп ойлаймын. Және Жәмила өзің айтып өтсең, расымен-ақ қазір спорттық медицинаның дамуы
мемлекетте жоғары болса, нәтижеде жоғары болады? Жоқ, бізде қазіргі таңда фармакология жағынан біз негізі төменбіз. Өйткені біз білмейміз, перегруз болғанда қандай не істеу керек екенін, және де ол басқа Американ балуандары, және де Японияның балуандары бәрі уже дамып кеткен, Украина дамып кеткен. Біз бүкіл вид спорт бойынша бәрінен естіп жатасың ғой, фармакология бізде әлі төмен. Енді бізге витамин бермейді емес, бізге береді бүкіл нәрсені. Бірақ әлі де біз сол FDP мен, сол неотолмен ғана білемізші, солар капут етуін. Қалған басқа одан сверхъестественно жоқ. Негізі қандасымыздың айтуы дұрыс. Негізі берілмейді емес, беріліп жатыр, бірақ ол қазіргі былай айтқанда дайындықтың деңгейі басқаша, әлемдік деңгейде. Палуандарды қазір шетелдің жаңағы препараттары ол өте жоғары деңгейде, қымбат. Оның бәрін мысалға біздің цесмирдің ондай қымбат препарат алатын, былай айтқанда статья расходов дейді ғой, ондай расход жасайтын ондай нелер жоқ, жағдайы жоқ пока. Бірақ оның бәрі министрлік тарапынан да бәрінен көтеріліп жатыр. Біз алдағы жылы, осы жылы, осы әлем чемпионатына дайындағанда да бізде спорт қоры деген бар ғой, фонд ақша бөлетін. Мысалға, ол жерден ондай препараттарды алуға болады. Мен препараттардың аттарын білмей тұрмын да, ол саланың маманы болмағаннан кейін. Бірақ білеміз, қазір қарындасым айтқандай мықты препараттар бар, тез восстановить етеді адамды, тез былай айтқанда вес қуат, адамдар үлкен нагрузка ғой негізі күрес түрі деген үлкен адам денсаулығына, бірақ соны тез орнына қалпына келтіретін дәрілердің, жаңағы препараттардың түрі көп. Бірақ оны алатын жаңағы цесмирдің пока несі болмай жатыр. Мүмкіншілігі болмай жатыр деп айтсам болады, былай айтқанда. Бірақ болашақта ол вопросты біз жоғарыда көтердік. Біз оған Аллах насіп етсе осы алдағы дайындықтарымызға дайын боламыз деп ойлаймын. Жақсы түсінік. Негізі Жәмила қарындасымның айтып отырғаны, негізі бізден ДРС-тен премия беріледі. Жаңағы өзінің федерациядан Дәулет Тұрлыхан ағамыз да ешқашан оларды не қалдырып отырған жоқ. Ерлан ағамыз Қожасбаев, ол кісі де премиясы қалдырып отырған жоқ. Негізі бірақ енді басқа елдерден салыстырып қарағанда деп айтып жатыр да, басқа елдерде мысалға осы айтып өттік қой, неге шейін премия эфирге шейін автокөлік беріп жатады, не беріп жатады. Енді оның да алла қаласа мына еліміздегі бизнес саласында жүрген ағаларымыздың құлағына алтын сырға деп айтамын. Елмерен асқақтатып жүрген спортшыларға бір мәртебесін көтеріп қойса деймін ғой, мәртебесін. Мысалы, өңір әр, былай айтқанда, әр спортшы өзінің өңірін представляйды, былай айтқанда. Бар ғой, кәсіпкерлер бар, бір не істегенде осындай бір атой салған бір жарыста бір еңселерін көтеріп қойса деймін де, бір енді ол ондай қомақты қаржыны қажет етпейтін шығар енді. Дәл осы эфирімізді көріп отырған ел ағалары дәл осы игі бастаманы бастап та кетер. Әрине, соны көріп мүмкін. Енді өзіңді әңгімеге тарсақ. Грек-рим күресінің, енді күрестің классикалық түрі өте көп күшті талап етеді. Жалпы өзіңнің күн жоспарыңды атап өтші. Жалпы грек-рим күресінің өкілдері күнде неше рет жаттығады, және өзіңнің 24 сағат Диас Қаленнің жоспары қандай күнде? Зарядкадан бастаймыз бірінші. Зарядкаға тұрғанда физически бірінші разминка істеп, содан кейін ары қарай физически турник, брусья істеп нетеміз да, содан кейін тамақ жеп 11-дегі жаттығуға шығамыз, екінші жаттығу. Қай жерде тұрып жаттығасың? Қазір пока өзім Жаркентте сборларға оқу жаттығу жиынына келіп тұрам. Бапкерің Жаркентте өзіңмен бірге? Жоқ, бапкерім осы жерде, жеке бапкерім осы жерде, бірінші бапкерім сол Жаркентте. Күнде неше рет жаттығу жасау керек, жалпы толыққанды бабында болу үшін спортшының? Сол 2 уақыт ойлаймын. 2 уақыт жаттығу жасаса жақсы. Көбінесе физически жасау керек, функционалка. Көбінесе сондай жаттығулар керек бізге. Жаркент қаласында өзің тұрасың, өзің сол жерде жаттығасың. Оқу жаттығу жиындарында қай қалаға келесің? Жиі Алматы облысына келеміз. Алматы облысында оқу жаттығу жиындар болады. Алматы облысында боламыз, сол жақта болады. Осы ретте тағы да енді Оралбай Ергенов атап өтсек, жаңағы спортшыларды қолдау мәселесіне байланысты. Спортшылардың енді жақсы жоғары нәтиже көрсетуі түсінікті ғой. Ал өзге де мотивациялар бар ма? Спортшылар бір ынталандыратын, олар бір жоғары жетістікке жетелейтін, және мемлекет тарапынан мүмкін бір жаңа жобалар, жаңашылдықтар қолға алыну керек шығар. Жаңа бір
Жоқ, енді мен осы айтып өткем, бірден бір мотивация ол елдің намысын, елдің туын жоғары көтеру болады, оны өздері де біледі ғой. Бірақ айтып отырған бізден Олимпиада ойындарында алтын алған жағдайда, қателеспесем, 250 мың доллар береді, иә? 250 мың доллар береді. Мен нақты бағасын білмеймін екен. Бірақ енді сол да бір материалдық тұрғыда ол да бір мотивация ғой енді. Пожалуйста, Олимпиада ойындарын ұт, 250 мың доллар аласың, тағы да осы екінші орынға 150 беретін сияқты. Мен енді ол Олимпиада ойындарын ұтқан жағдайда, мен айтып жатқаным, мысалға, ертең кеше Азия ойындарында жеңімпазы болды спортшыларымыз, енді ертең чемпионат Азия жеңімпаз болды. Енді ертең Азия ойындары келатыр. Соған алдын ала айтып қойып отырғанмын ғой. Елден мысалға осы премия беріледі, сосын айлықтары бар. Көбісінің кейде болса айлықтары аздық ететін болса контрактке қоямыз, результатына байланысты. Результаттары көрсеткіштері жақсы болса, оларды кішкене штаттан ауыстырамыз. Контракт деген бір тоже ақша төлеудің бір жолы бар. Контрактке қойсақ, кішкене ақшаларын жоғарылатып қоя аламыз. Ол да бір мотивация. Бәріне бірдей ақшаны, былай айтқанда, ақшаны тегіс бүткіл спортшының айлығын тегін қылып қойып, бәріне бере берсең, ол тоже былай айтқанда алаңда, коверда, боз кілемде ақша күреспейді ғой. Енді намыс күреседі, жаңағы қалай жаттықты, өзінің адамның жауапкершілігі, сол жерде қаншама шынықты, бауырым айтып отыр, таңертең күніне 2 мезгіл жаттығу жасаймын деп, соның барлығы былай айтқанда коверға келгенде көрінеді ғой, сол жерде. Осыған шейін боз кілемге шейін не еңбек етті, соның бәрі сол жерде көрінеді. Ең бастысы мотивация сол елдің туын көтеру деп ойлаймын. Мен оны өздері де біледі, бірақ мен өзім сол спортты дамыту дирекциясының директор болғаннан кейін осы спортшылардың жалақысында енді көп жағдайда үй жағдайды мен танысып отырамын, негізі біліп отырамын. Көбі келеді, маған айтады, мәселелерін маған айтады, енді басқа кімге айтады. Келіп, мысалға, біреулердің кредиті болады, біреудің тағы мәселесі болады. Бізде былай айтқанда Қазақстанда 176 вид спортын дамытып отырық қазір. 176 видті. Соның ішінде, мысалға, күнде келіп атады маған. Ағай, мен ақшам жоқ еді, мәселем былай еді деп, соның бәрін көріп отырғаннан кейін айтам да, енді Аллаға шүкір, ешкімнен кем емес біз Қазақстанның спортшылары. Бірақ жалпы айтып отырғаным ғой, енді осылай жаңағыдай үлкен шарада кейін қалып қоймаса кәсіпкерлеріміз, ол қиын емес қой, 20 шақты спортшы әр өңірден 1-2 кәсіпкер шығып бір машина алып бере салса, нұр үстіне нұр емес пе? Бірден бір не емес пе? Былай айтқанда балаларға мотивация ғой. Керемет. Осы ретте Жақсылық ағамыздың бір сөз еске түседі. Елімізде 5-ақ мың ауыл бар. Өте дұрыс айтасыз. 5 мың жігіт табылса деген сияқты. Дұрыс айтасыз. Осы ретте енді тағы да Оралбай Ергенұлы, легионерлар мәселесіне тоқталайықшы. Легионерлар 2000 жылдары көзіміз үйренген. Әсіресе күрес түрлерінде құраманың бір теңдей жартысы шеттен келген спортшылармен жасақталды. Нәтижелерді жоқ емес бар. Бірақ енді сырттан келген легионердің ел үшін намысын жыртуы екі талай ғой. Келеді, өнерін көрсетеді, көп жағдайларда қаражатын алады. Артынша бұл жерденің сөздің төркін түсініп отырсыз ғой? Жоқ, түсініп отырмын. Енді шынын айту керек, ешкімге бұл құпия емес. Легионерде бір мақсат, ол коммерческий проект қой, легионер үшін, ол Қазақстан үшін күресіп жатқан, оны даже ойламайтын да шығар. Ол просто келді, өзінің схваткасын берді, болды, медаль қалтада, значит, ақша қалтасында. Ол да бір мақсат тек қана. Ол мен ешқашан бір ел, былай айтқанда бір елдің палуаны, бір елдің мүддесін қорғайды, сол үшін не істейді деп күреседі, жанын береді деп ойламаймын. Ондай практикада болды, бірақ мен өз басым оны құптамаймын. Негізі өзіміздің палуандар ешкімнен кем емес. Біздің палуандар, бізде былай айтқанда, енді біздің өзіміздің жұмыс тілімен айтсам, материал бізде бар, жұмыс жасайтын. Түсінесіз бе? Осы палуандарымыз кеше күзде, былтыр күзде ұтылып қалып еді, жарыстан әлем чемпионатына барып. Ол кезде кішкене өзгерістер енгізді тренировочный процесске. Қосымша қазір мамандар керек, диетологтар керек, тренер по ОФП керек. Былай айтқанда, қосымша жасалатын жұмыс әлі көп өзімізде. Оны сол федерация тарапы да біледі, жаңағы тренерлер, жаттықтырушылары да біледі бәрін. Бізде ең бастысы палуандарымыз жоқ емес бар.
легионердің ешқандай қажеті жоқ, ешқашан. Қолда бар палуандарымызды қолда көрсетіп. Даже былай айтқанда біз результат беру үшін жұмыс жасау керекпіз, білем. Но енді спорт болғаннан кейін болмай қалатын да кездер болады. Ол кезде де біз палуандарымызды қолдау керекпіз. Ол кезде де жігерлендіп ары қарай үміт күту керекпіз, үмітті үзіп тастамау керекпіз. Ол легионерге жармасу, ол ең оңайдың оңайы. Үкіметтің ақшасын алып, легионердің аузына беріп, результат беріп, оны былай айтқанда екінің бірі жасай алады. Ең қызығы өзіміздің батырларымыз сол боз кілемде атой салып жатса, кеше мысалға айтып өтейін, кешеге келгенде күрес түрлерінде өзіңіз білесіз, қаншама адам келіп Қазақстанның түкпір-түкпірінен келіп былай айтқанда қолдау көрсетті. Кәдімгі оларды ешкім былай айтқанда для массовке қуып әкеліп кіргізіп қойған жоқ, өздері жанкүйер болып келіп, одан кейін қандай эмоциямен қайтты. Бәрі қуанып, кәдімгі сол кезде жылармандай болып айтып жатыр да, бізден олимпиада чемпионы шығады, бізден олимпиада жеңімпазы шығады деп. Мен өз басым кәміл сенем, бізде осы үшеуі де олимпиада чемпионы болуға лайықты. Солай болсын. Енді Дархан, өзіңе тоқтала кетсек, жалпы өз салмағында жиі кездесетін немесе бір азуыңды батыра алмай жүрген қарсылас бар ма? Бітіспес қарсыласқа айналған. Ел аумағында, Сарқұрлықта енді жиі кездесетін кесеттерде болады. Программада әрдайым финалда кездесіп қалатын спортшылар болады. Енді жаңағы шет мемлекеттерге енді шығып жатырмын негізі. Ұлттық құрамада бірінші болып. Негізі Қазақстан аумағында сол Нұрғожа Қайпанов бауырым екеуміз ылғи кездесеміз. Бір-бірлеріңізді әдістеріңіз жаттап алған Бір-бірлерімізді жақсы білеміз әдістерімізді. Молодежкаға дейін мен ұтып келдім. Енді одан кейін 3 жылма, 4 жылма қатарынан ол ұтты. Енді қайттан өзім ұтып тұрмын. Бір-бірлеріңізге мысалға екеулеріңізді Спартакиада болсын, Қазақстан чемпионаты болсын, кубок болсын, финалға шыққан кезде алдын ала бір көз қиығымен қарасу, бел байласу деген сияқты болу ма, әлде шығып өз жұмыстарыңыз атқарасыздар? Ондай енді жоқ. Енді коверда соперник болғанмен, ковердің сыртында бауырымыз кәдімгідей. Кім дайындығы мықты бабында келеді, сол ұтады деп ойлаймын мен негізі. Енді барынша дайындалып көрсетеміз ғой өнерді шыққаннан кейін. Жақсы, түсінікті. Енді 74 келі олимпиадалық салмақ. Өзіңнің де енді күн жоспарымен бөлісе кетсең, қай жерде тұрып жаттығасың, жәнегі жаттығулар толыққанды өту үшін қаншалықты тер төгесің, қанша уақытыңды жаттығуға арнайсың? Осы Қазақстанның алдына дейін ағамыз айтып өткен жаттығу орталығында тренировка жасадым. Сол жерде сборда болдым. Енді сборныйға ілінгеннен кейін сборныймен бірге жаттығу өткізіп жүрмін. Ал негізі шаңырақта істеймін бос кездерімде. Сол жаттығу орталығында. Жалпы құрама сапында, өзің енді жеке басына тоқталса, құрама сапында барлықтарын жалақы аласыңдар. Бұл жергілікті федерациядан ба, әлде жергілікті спорт басқармасына қарайсыздар ма? Енді осы енді сезініп отыр менде ол зарплата дегенді. Бұған дейін үштікте жүрдім да, ондай зарплата алған жоқпын. Енді қазір ДРС. Жалақы енді беріле бастады? Енді беріле бастады. ДРС и Шымкенттің намысын қорғаймын мен өзім. Ол жақтан да өздерінің зарплатасын береді. Жәмила, енді бұл сұрақты қоя кеткен орынды болар. Өзіңнің салмағың олимпиадалық емес салмақ. Салмағыңды төмен түсірсең, Мадина бар, жоғары көтерсең, Эльмира Сыздықовасында спортшылар бар. Әзірге қай уақыт аралығында сен дәл осы салмақты қалай бересің өзің үйреншікті? Қазір негізі 72 килограммда күресіп жүрмін. Енді әлем чемпионатына айттым, мен азиатский маған важды емес, әлем чемпионаты деп, осы салмақта қала беріп, тағы бір рет әлем чемпионатына күресейін. Иншалла енді дайындалып, осы жыл енді алтын аламыз деген ойдамыз. Енді келесі жылда білмеймін, өзім әлі бапкерім айтады, бапкермен ақылдасып, бір олимпийский салмаққа ауысамыз. Мүмкін Мадинамен күресем, мүмкін Эльмирамен күресем, оны әлі өзім де білмеймін. Жақсы, түсінікті.
Диас, енді өзіңді қайтадан әңгімеге тартсақ, өзіңнің салмағы тоқтала кетсең, өзіңнің салмағында бәсекелестік қаншалықты жоғары, жалпы өзіңнің құрама сапында нөмір 1 өз салмағында спортшы атанғаныңа қанша уақыт болды? Біздің салмақта бәсекелестік өте жоғары негізі. Әр салмақта жоғары ғой, мықтылары бар. Осы 2 жыл болдым. Осы 2021 жылы осы жерде ең бірінші рет чемпионат Қазақстанда өттім ересектер арасында. Содан бері 2 жыл өттім қатарынан. Биыл Спартакиадада 87 килограммда өзім бағым сынап көрдім, бапкермен келісіп. 3-ші орын алып қалдым ол жерде. Не себепті салмақ ауыстырдың? Ол жерде кішкене жарақаттар болды, соған байланысты. Соны бапкерім айтты кішкене. Осы жаққа 87-ге күресе берді, 82-ге қумай. Күрестім, өзім бағым сынадым, 3-ші орын алып қалдым. Бұйырған сол болып тұр. Содан енді бас бапкерлерінің арқасында осы чемпионат Азияға қойды. Енді алтын аламай қалды, үмітін ақтай алмай қалды. Бірақ Алла бұйыртса, енді әлем чемпионатына жақсылап дайындалып, алтын аламыз деген ойдамыз. Азия чемпионатта финалдық жекпе-жектен кейін енді қолда тұрған алтыннан бір сынық сүйем жерде қалған алтын жүлде ғой. Өзіңді кім қолдау көрсетті? Бапкерлер, жәнегі командаластарың, ет жақындарың кім? Бірінші бапкерлерін көрсетті, содан кейін жақындарым, ағаларым бар, бауырларым бар. Өзі қолдап келген бауырларым бар, ауылдан келген. Сол кісілердің бәрі қолдау көрсетті. Сен біз үшін чемпионсың деп. Сол. Жалпы кей спортшылар өз жанкүйерлерінің алдында өнер көрсетсе, өз мемлекетінде кей сәттер қобалжиды. Жәнегі жауапкершілік бар, жанкүйерлердің алдындағы деген намыс бар. Өзіңе қалай? Кез келген кешенде, кез келген жанкүйерлердің алдында өнер көрсете бересің бе, әлде бәрібірде толқыныс бар ма? Өз жанкүйерлердің алдында. Толқыныс болады, бар. Өз жерінде отқан соң, өз елінде отқан соң. Мысалы, әр қазақ келеді ғой, мысалы, қазақ үшін келеді ғой. Сол үшін жанкүйер болып келеді, мысалы. Біз үшін жанкүйер болып келеді. Алтын алсын деп. Өз жерінде отқан соң, сол әр спортшының арманы өз жерінде әнұран шырқату, көк туды желбірету деп ойлаймын. Жақсы, осы ретте Оралбай Ергенұлы, осыдан енді жаңағы спорт даму дирекциясына байланысты тағы бір сұрақ, осыдан тура 1 жыл бар мемлекетте тапсырыс құзыреті өздеріңізге жаңағы берілді, жүктелді. Осы уақыт аралығында қандай оң өзгерістер орын алды? Жалпы бұл өзгеріс қай тарапқа әсер етеді? Бұрын соң өздеріңіз білесіз, осы Национальный олимпийский комитет бар ғой. Соның құзырында болған ғой. Содан бізге спортты дамыту дирекциясына ауды бүкіл былай айтқанда полномочиясы. Национальный олимпийский комитетке дейін негізі өздеріңіз білесіздер, осы ұйым ДШНК болған, дирекция штатных национальных команд дейді. Бізге қазір ауғаннан кейін өзгерістер, әжептәуір өзгеріс болды. Мысалға, осы жаңағы 3000 единиц не берілді. Мысалға, әр вид спорты өзінің несін штаттық құрамасын 8-ші орынға шейін созып жатыр. Қосымша оқу жаттығу тренировочный центрді ашуға мүмкіндік болды. Одан кейін әр чемпионат өткізгенде, Қазақстан біріншілігін өткізгенде, бұрын соң төрешілердің еңбек ақысы өте төмен болатын. Мен қателеспесем 1000 теңге, 2000 теңге төңірегінде болатын. Қазір ол 100% өсті, 15-20 мың теңгенің төңірегінде алады. Қазір екінің бірі, бұрын соң төрешілерді тарту қиын еді, алаңға төрешілік қызмет атқаруға. Қазір бәрі құлшынып, енді түсінікті ғой, келген жерде бәрі еңбек етіп, өзінің еңбек ақысын алғысы келеді. Сол төрешілердің еңбек ақысы өсті. Одан кейін көп жылдардан бері алынбаған спорт инвентар дейміз ғой, солар алынды. Оны өздеріңіз көріп өттіңіздер. Қаншама көп, былай айтқанда, приоритетный вид деп бөлеміз ғой біз. Сол приоритетный видқа қатысты бүкіл құрал саймандары, керек жарақтары бәрі алынды. Мемлекет тарапынан демек қолдау арта түсті ғой? Өте, былай айтқанда, бүткіл сұрақты шешіп тастау мүмкін емес.
ол өмір болғасын сұрақ туындай береді, күннен күнге потребность көбейе береді деген сияқты. Бірақ мемлекет тарапынан қазір осы жаңағы фарма жақтарын айтпасақ, басқа 100% қолдау көрсетіліп отыр негізінде. Осы ретте спортшыларымызға айтар тағы бір сөз мүмкіндігін берейік. Жанкүйерлерге, көрермендерге осы Азия чемпионатын өздеріңізге қолдау көрсетіп, еліміз түкпір-түкпірінен елордаға ағылған ағайынға, жанкүйерге бір айтар жыл сөздеріңіз болса, осымен бағдарламамыз аяқталуға тәмам. Жанкүйерлердің бәріне рахмет. Қолдау көрсетіп, келіп, бізге болеть еткен үшін, және де Инстаграмда жазып жатыр бәрі құттықтауларын. Рахмет, жанкүйерлер болмаса, біз енді осындай атмосфера болмаушы еді деп ойлаймын. Дархан, айтарыңыз бар болса? Біріншіден енді Аллаға шүкір ғой. Одан кейін осы жанкүйерлердің жаңа қолдауы өте қатты сезілді бұл жарыста. Жаңағы мен үшін жаңа ата-анам да келді бұл жарысқа, достарым да келді. Барлықтарына алғысым шексіз. Енді осындай жаңа басқа мемлекеттерге де барып, осындай қолдау көрсетсе, бұйырса Алла қаласа. Сонда бір белестерді бағындырады деп ойлаймын спортсмендер. Жақсы. Жас, өзіңізді қолдауға арнайы келген азаматтар болды ма Астанаға? Иә, болды. Өзім ағам келді, содан бауырым келді, бірге кішкентай кезден бірге өскенбіз. Қолдау үшін арнайы мен үшін келіп, қолдау көрсетіп. Бапкерім болды қасында, өзім жеке бапкерім. Қолдап қасында жүрді. Бәріне алғыс айтам шексіз. Енді Алла берді, әлемдік додаларда үміттерін ақтап, әрқашан бізді қолдап жүргендеріне рахмет. Сол кісілердің арқасында жақындарыма рахмет, қолдау білдіріп жүргендеріне. Сол кісілердің арқасында жүріп қой, сынбай спортта. Жас, сен жеңілісіңнің есесін алдағы халықаралық жарыстарда қайтарасың деген үміттеміз. Өзіңіз жанкүйер болыңыз. Оралбай мырза, студиямызға келіп, сұхбатта және барлық сұрақтарға ашық жауап бергендеріңізге рахмет. Спортшылар өздеріңізге де рахмет. Алматыдан арнайы елордаға келіп бағдарламамызға қатысып жатсыздар. Бұл да жәнегі көрерменге және жанкүйерге де құрмет деп білеміз. Құрметті көрермен, ал Қазспорт арнасында Қазспорт алаңы бағдарламасына берілген уақыт осымен тәмам. Келесі бейсенбіде жүздескенше аман сау болыңыздар.